Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы болашақ қаласына саяхат. Үстеу. Балалар, бүгінгі сабақта сендер тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, мәтіннен үстеуді анықтау, мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды құрастыруды үйренесіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бірінші жаттығудағы мәтінге назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңда. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай қиын күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың анасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таңғалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциалдық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, хан шатыр, бейбітшілік пен келісім сарайы, алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың, қазақтың үш атақты биі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқын да бақытты болашағының символындай елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда. Ол болашақтың қаласы. Балалар, мәтінді мұқият тыңдап болсақ, сұрақ-жауап ойынын ойнап көрейік. Оқыған мәтін бойынша өз пікіріңді айт. Мәтін не туралы? Мәтінді тыңдау барысында көңіліңе қандай сезім ұялады? Астананы, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласын неліктен болашақтың қаласы дейді? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді оқы және олардың мағынасына назар аудар. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздер аз ғана, бұрынғы, жаңаша, алда. Бұл сөздер іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын-қимылын білдіріп тұр. Бұларды үстеу деп атаймыз. Ендеше балалар, бейне жазбаға назар аударайық. Алан аға, біз қайда жүрміз? Біз үстеу әлеміндеміз. Қара! Үстеу қандай сұрақтарға жауап беретінін айтсақ, қақпа ашылады екен. Мен үстеу қандай сұрақтарға жауап беретіні түгілі өзінің не екенін білмеймін ғой. Оны мен білем. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын-қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Мысалы, кеше, биыл, ілгері, төмен, тез, әрең. Ол қайда, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Аға, қараңыз, қақпа ашылды. Тағы да қақпа. Бұл қақпа ашылу үшін енді үстеудің түрлерін айтуымыз керек. Мен мезгіл үстеуін, мекен үстеуін, сын-қимыл үстеуін білемін. Мезгіл үстеулері іс-әрекеттің мезгілін білдіреді. Мысалы, бүгін келдім, күні бойы ойнадым. Мекен үстеулері іс-әрекеттің орнын, бағытын білдіреді. Мысалы, жоғары көтерілді, алға жылжыды. Іс-әрекеттің амалын, тәсілін, бейнесін білдіретін сөздер сын-қимыл үстеуі болады. Мысалы, балаша қуанды, тез сөйледі. Жолда жан-жануарлар кездескенде әрекеттерін сипаттауымыз керек. Мынау біздің жол серігіміз. Мәссаған! О, қоян. Дана, қоян қалай қозғалады? Қоян өте шапшаң қозғалады. Үкіні қараңыз. Үкі қай кезде ұшады?
түнде ұшады. Айнала қараңғы болып кетті. Енді үйге қалай қайтамыз? Қорықпа, Дана. Қара, Аға, бұл не? бұл жол сілтегіш. Үйге жету үшін қайда жүреміз? Енді біз қалай қарай жүру керектігін білеміз. Аға, сенесіз бе? Түсімде екеуміз үстеу әлемінде жүр екенбіз. Біріншіден, үстеудің не екенін біліп алдым. Қызық, қалай болғанын айтып берші. Қайталайық. Үстеу. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Ол қайда, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үкі түнде ұшады. Олар оңға бұрылды. Қоян шапшаң қозғалады. Балалар, бейнежазбаны мұқият көріп болсақ, үстеу дегеніміз не? Я, балалар, іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын үстеу дейді. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, жүрдек пойызбен Елордаға тез келдік. Түнде қала көшелері жап-жарық. Биыл Астананы көруге бардым. Ендігі кезекте балалар, сөздермен жұмыс айдарына назар аударайық. Екінші жаттығу. Сөздерді оқы. Былтыр, күндіз, төмен, кенеттен, алда, жорта, жоғары. Бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп жаз. Сұрақ қойып, қай сөзбен байланысып тұрғанына назар аудар. Балалар, олай болса жауабымызды бірге тексеріп көрейік. Былтыр болды. Қашан болды? Былтыр болды. Күндіз айтылған. Қашан айтылған? Күндіз айтылған. Төмен түсті. Қайда түсті? Төмен түсті. Кенеттен барды. Қалай барды? Кенеттен барды. Алда күтіп тұр. Қайда күтіп тұр? Алда күтіп тұр. Жорта айта салды. Қалай айта салды? Жорта айта салды. Жоғары шықты. Қайда шықты? Жоғары шықты. Балалар, өз жауаптарыңмен тексеріп көріңдер. Сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Келесі кезекте балалар, үшінші жаттығуға назар аударайық. Ребуспен жұмыс. Шешуіндегі үстеулерді қатыстырып, сөйлем құра. Жарайсыңдар балалар. Шешуі қазір, алда. Қазір Алматыдан атам келеді. Менің атаммен қыдыратын күндерім алда. Ендігі кезекте балалар, сәйкестендіру ойынына назар аударайық. Төртінші жаттығу. Үстеудің мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендір. Жарайсыңдар балалар. Мезгіл үстеу, тал түсте, күндіз түні, ертең, бүгін, күні бойы. Мекен үстеу, төменде, жоғарыда, алға, артта, сыртта. Сын қимыл үстеуі, ақырын, тез, әрең, етпетінен, жаңаша. Балалар, шығармашылық үзіліске назар аударайық. Алтыншы жаттығу. Үш себеттің әрбіреуінің ішінде атына сәйкес келмейтін үстеулер кездеседі. Соларды өз себетіне сал.
Жарайсыңдар балалар. Мезгіл үстеу. Қашан? Қазір, былтыр, кеше. Мекен үстеу. Қайда? Жоғары, төмен, алда. Қимыл сын үстеуі. Қалай? Шапшаң, ақырын, ескіше, қазақша. Сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабақтан сендер тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілей алдыңдар. Мәтіннен үстеуді анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырдыңдар. Үйге тапсырма 5-ші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Үстеулерді тауып, үстеу екенін дәлелде. Балалар, осымен қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.